Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум менің достарым, жазылушыларым. Бүгін міне менің кезекті қой кезегім. Мен ауылдың шет жағында тұрмын, қойды өріске айдап шығып келе жатырмын. Қазір сағат таңғы 7:30. Мен ауылдан әрі кетсе бір ар жағында ауыл тұр. Әрі кетсе 700-800 метрдей жерде тұрмын. Бүгін күннің ыстылығын сезді ме, итім шықпай қалды. Мына қойлар, өріп жатқан қойдың арты. Ала көлеңке болып көрінуі мүмкін. Қойлар көрініп тұр ма сіздерге? Не қойлар? Өріп бара жатқан. Ар жақта арғы бастың қойлар өріп бара жатыр. Қазір түсте де тағы да судың басына барғасын түсіремін. Бәрін жинақтап бір монтаждап қосамын. Сосын YouTube'қа салатын боламын. Мына стабилизаторын қосып алдым. Енді дұрыстап тұрып мына қойларды түсірейік. Мына жерде опа! Көріп тұрсыздар ма достар? Қой қалай жайылып жатыр. Білмеймін, мына құдықтың айналасына келді де тоқтап қалып жайылып жатыр. Үш жерге керім жайылады. Кешкісін айдап келе жатқанда да үш жерге тоқтап қалып жайылады. Негізі мына жаққа шығарамыз ғой. Ана жерде екі оба тұр. Қосаба деп аталады. Жаңағы көрсеткен құдығым. Мына жақта өзен бар. Қара өзен деген. Қара өзен дейді. Екінші атауы үлкен өзен дейді. Бірақ біздерде тарихи атауы Қара өзен деп атаймыз. Ар жағында осыдан бір 28-30 шақырым жерде Сары өзен деген өзен бар. Осы өзеннің екінші сынары деп айтуға болады, Еділ мен Жайық сияқты. Оны екінші атауы ол өзен кіші өзен, мынау үлкен өзен. Мына жерде міне Маштексай ауылы бар. Мына жолдың бойы аудан орталығынан келетін газ құбыры. Бұл жол Жаңғалаға ары қарай, қалаға қарай, Орал қаласына қарай кететін жол. Осы жол арқылы. Ойлар осылай айналып өзенге түскісі келіп тұр. Мына жермен айналып барып, өзенге түсетін болып тұрмын. Мына жерлермен айналып келеді де өзенге түскісі келіп тұр. Негізі біздің жақта үй көп. Алдын қайда ары қарай каналдың арғы жағына қарай бағып едім. Ар жақта су каналы бар ғой. Үнемі сояқты бағып жүрем ғой қой кезекте. Осы бір айдан кейін бағып тұрмын. Осы шыны керек. Бір айға жақын уақытта бағып тұрмын. Қойлар қазір дейтін олай қарай жүрмейді. Қазір енді үш жерден жайылып, менің үстімнен кері өтіп жатыр. Қапты. Құрттаған қойлар бар. Еді қазір күн ысыватқан уақыт. Қазір түскі уақытта түс қайтқан кезде де қазір деген 35
градусқа дейін барады ысылық. Бұндайда енді қой қырттайды әрине. Міне қырқылмаған қойлар бар. Міне терлейді, қажалады, содан қырттайды. Мынау менің қозылар. Мынау да менің қозым ғой. Мынау қара қоз да менің қозым. Мынау негізі тоқтының қозысы. Мынау төбел. Бірақ бір ақ қойым деген кеміс туып, қозысы өліп қалды. Тоқты деген мына қозысын қарамай алмай қалды. Желінді. Тым желіні болмай. Мынау сол екі қой қатарлас туғаннан кейін ақ қойға теліп жібердік, үлкен ақ қойға. Ақ қойда тез алып кетті, сол екі қозын қатар жатқыздық та бірінші. Ақ қойдың қозысы көп кешікпей өліп қалды, енді ол кеміс болды. Мен қозыларым қайда екен? Сектерім қайда екен, сектерім. Ардың бәрі бері қарай қаптап келатыр ғой. Қаптай берсін. Күн қатты сыйын деп тұрған сияқты. Жалпы біртіндеп мына қойларды қырқып жатыр. Мына қырқып тастаған. Менің өзім 13 қойымды қырқыдым. Ешкілерін түгел қырқып тастадым. Ешкілерді енді жалпы қарап отырсам ешкінің бәрін қырқып тастаған екен. Неге дейін ба? Өйткені ешкінің қылын қазір алып жатыр. 2000-нан. Енді қыттай кешіп қалса ертең өтпей қалуы мүмкін. Сондықтан дейтін ешкіні бізде қылын алатын жылы ерте қырқып тастайды көбі. Қойдан бірінші қырқып тастаймыз. Мынау Николас қой. Николас деген текемін. Мұнда менің бір қозым жүр екен. Мына көк қойдың қозысы олар. Мына кестің қозысы. Мен сектерімді көре алмай жатырмын ғой. Сектерім қайда? Сектерім. Ар жақта жүр екен. Мына кетіп жатқан мен тоқтым ғой. Жоқ, менікі емес екен ғой. Мынау басқа біреудің қойы ғой. Жеңістің қойы. Так. Сек. Бір секті көргенде болдым жаңа. Енді. Мына жерде бір қошқар кетіп бара жатыр. Бұл тоқты қошқар болу керек былтырғы. Тоқты қошқар. Шатыспасам Бауыржан аққан қошқар болмаса Оралбай аққан қошқар екеуінің біреуін екен. Құлағын кескен болса, онда Оралбай аққан. Құлағын кеспеген. Құлағына қызыл жіпті. Қызыл етіп тегіп тастаған ба, не істеген? Бауыржан аққан қошқар oldu. Ал достар, мен қойды қайырып тастайын. Содан кейін тағы да бейнелер жалғастырып түсіреміз. Ішінен тәуір дегендерін таңдап алып түсіреміз. Негізі биыл қойдың күйі дейді тап алып батқанда керемет емес. Себебі былтыр қуаншылық болды.
қыстан деген негізі мал биыл әупірімдеп шықты. Қай малында жылқы болсын, сиыр болсын. Тек мынау Құдайдың бергені жаңбырмен не жақсы болды да, көктемгі уақытта. Наурыз, сәуір айларында ылғалдылық жақсы болды да. Соның арқасында көк жақсы шықты міне биыл. Соның арқасында мал қазір өз-өзіне келіп жатыр. Әйтпесе міне көрдіңіз ғой мына қойларды. Бұл қойлар қарамағандықтан емес. Сол қуаңшылықтың кесірінен осындай болды. Менде де бұндай қойлар болды. Бұлай тек өлуден қайта өлген жоқ. Енді өлген кейбір үйлерде өлген қойлар бар дейді. Көп енді ойлаймын, қарт қойлар деп ойлаймын. Өлген. Осылай. Өзен жағасына келдік. Бірақ өзен жағасынан кері шығып бара жатырмыз. Бір-екі сағат өзен жағы ерте түсіп кеттік өзен жағасына. Бірақ мен бана видео түсірем деп түсірмей қалдым. Мына түсіріп тұрған мына қой құрттаған екен. Аздап кешке ол мынау менің қойым. Кешке барғасын қарайтын болам. Жүннің арасынан көрінбей қалған ғой. Бұл қойдың әдісі қазір қара жіберейін. Әккен жаман құрттаған екен. Ой жүрді, онан қалай байқамай жүр. Қазір енді кішкен түскен қышып жүр ғой. Сошат жайлай алмай жүр. Кешке барғасын қосымен бірге алып қалып бір-екі қараңғы бұл жерге қамап ұстау керек бұны. Ем-домын жасап. Сосын бұл қойдың әдісін айтайын. Мына арт жағын бәрі су болып тұр ғой. Жаңа мен бара жатқан тұрып кетті өзен жағасынан. Бұл өзенге құйрығын суға салып қойып жатыр екен. Дегенмен бірақ бәрі үйге бару керек. Үйге барғасын бәрі қараймыз сол бүйет. Кешке. Қойлар жерге қарай өрді қазір. Бір суарып алып кері өргізу керек бұл қойларды. Мына жыңғылдардың арасын. Жерде кірген жыңғылдар ғой. Жыңғылдардың арасын ұстап мұқият қарап шығу керек. Жақсы, әзірге сау болыңыздар. Арнама жазылыңыздар. Келесі қой кезегенді келесі айдың 20-ларында болмаса орталарына қарай келуі мүмкін. Өйткені біздің жақта 27 үй бар қазір. Келесі қой кезек ол 27 күннен кейін келеді деген сөз. Әзірге сау болыңыздар. Тағы да айтарым, каналыма жазылыңыздар, арнама.